Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше дәмді пельмени жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны толық көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен біз 2 жұмыртқаға қамыр илейміз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Дәміне қарай тұз, кішкене май қосып жіберсеңіздер болады. Мен негізінде майонез қосатын едім. Майонез болмағандықтан орнына май қоса салдым. Және жылы су қажет болады. Осыларды жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қаттырақ қылып қамыр илейміз. Бұл тағамды мен бала кезімнен жақсы көретінмін. Мамам ылғи да жасайтын, анам. Сондықтан бүгін мен осы пельмениді жасауды жөн көрдім. Менің каналымда тағы да басқа түрі бар, бірақ оған қарағанда мен осы түрін өте қатты жақсы көремін. Қамырымызды илеп, енді целлофанға салып қоямыз, ие қанғанша. Енді фаршымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай өте сақтап туралған пияз қажет болады. 1 пияз және майлы фарш. Үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын болды. Енді ие қанған қамырымызды осылай қолымызбен тағы бір рет илеп жібереміз де, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен осылай өте майда қылып, кішкентай қылып зуала жасап, өзіме жайғанға және бүккенге өте ыңғайлы. Сол себептен осындай кішірек қылып жаямын. Өте жұқа қылып жайдым. Менің қамырым кішкене қаттырақ қылып иленгендіктен өте тез және оңай жайылды. Енді осыны майда етіп кесеміз де, дәл видеодағыдай етіп 4 бұрыштап кесетін боламыз. Байқасаңыздар, өткен жолы мен осындай пельмени жасаған кезде дөңгелек етіп, домалақ қылып жайдым қамырдың барлығын. Ол кішкене уақытты алады, ұзақ уақыт кетеді оған. Маған осы түрі қатты ұнайды, себебі бұл пельмениді пісіргеннен кейін подливпен жасағаннан кейін тіптен дәмді болады. Сондықтан маған осы түрі қатты ұнайды. Енді осылай 4 бұрышты қылып кесіп шықтық. Қамырым жабыспайды, менің сондай әдемі болып иленген. Жайылуы да жақсы, жұқа. Енді осылай пельмениларымызды бүгіп шығамыз. Фарштарыңызда майлы болса, сол кезде сіздердің пельмениларыңыз өте дәмді болып шығады. Барлығында осылай бүгіп шығамыз. Біздің пельмениларымыздың барлығын бүгіп шықтық. Дайын болды. Не қараңыздар, дәл осылай етіп түйесіздер. Енді қазанға су құйып, жақсылап қайнатамыз. Тұз сеуіп, осылай пельмениларымызды пісіріп аламыз керегінше. Ал егер сіздер жаңағыдай қатырып қоятын болсаңыздар, онда тоңазытқышқа, мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар болады. Біздің пельмениларымыз пісіп шықты. Енді үстіне осындай подливті құйып, және көк пияздан кішкене себеміз.